Ана наласы. Болған оқиға ізімен. Сонау 70-ші жылдары жаңадан құрылып жатқан бір колхозға шофер болып бардым. Бір жағы рулас ағайын, бір жағы өзіммен бірге машина айдайтын талпалтақ бойлы келген жылдам қимылды жұмыстас жігіт. Мәке, үйің көшіп келгенше біздің үйге жат деп жата жабысты. Жалпы бұл жігітті іштей жақтырмайтын едім. Себебі бұны сыртта ел іші тар, орынсыз қызғаншақ, мінезі шатақ, ал аузына арақ тисе алдындағы әкесін де көрмейтін, тіпті үйіндегі анасына да қолы тиетін қатыгез деп еститін едім. Білмеймін, сондай жағымсыз сөздерді ести тұра жарайды деп айтқанына көніп қалдым. Менің барғаныма шүйкедей кішкентай қара кемпір анасы мен жалғыз қарындасы жүрегі жарыла қуанды. Қош, сол үйде тұрдым деген аты болмаса, колхоздың таусылмайтын қарбалас жұмысынан қол тимейді. Бәкеңнің атын өзгертіп Бәкең деп алдым. Үйінде жаңа үйленген келіншегі де бар екен. Бір күні Бәкеңнің үйіне ертерек келсем, үйі толған ауыл адамдары: ойбай Мәке, Бәкеңнің қарындасы күйеуге қашып кетіпті. Сен ешқайда кетпе, қазір Бәкең келсе бәрімізді қырады деп үлкен кішісі сабырлап жүр. Мен жуынып шайынып үйге кіріп салып қойған төсекке қисайып жатырмын. Анадай жерде бейшара анасы қалтырап дірілдеп бір бұрышта бүрісіп отыр екен. Әже, неге сонша қорқып отырсыз? Кетсе бойжеткен қыз ғой, өз еркімен тегіне кетті ғой. Ағасы түсінер, неге соншама қалтырайсыз деп едім. Ана байқұс жылап қоя берді де, ол қыздың қашып кеткенін менен көреді деді. Бәкеңнің әйелі дастархан дайындап жатыр. Байқаймын, ол анасындай абыржып тұрған жоқ. Сөйткенше есіктен әкең, шешең, бабаң деп балағаттап жолдағы үлкен кішіні жапыра басып кіріп келді де, бұрышта отырған анасын жүрек тұсынан теуіп кеп жіберді. Үй іші у-шу болды. Орнымнан қалай ыршып тұрғанымды білмей қалдым. Екі көздің арасынан қақырата ұрдым, көтеріліп барып қарға жабыса құлады. Бірақ есінен танбады. Ұстап алып қол-аяғын байлап тастайын деп ұмтылып едім. Жанталаса еңбектеп қолтығымнан астынан шығып кете далаға тұра қашты. Далада қараңғы түскен, таба алмай қалдым. Іздеп біраз жүріп үйге қайтып кірсем, ауыл дәрігері келіп талып қалған әжені есін жинатып укол салып жатыр екен. Ана малғынды ұстай алмай қалғаныма өзімді ұстай алмай қалшылдап тұрмын. Сөйтсе де біреудің жан даусы шықты: ойбай Бәкең сарайдағы сандықтан мылтық алып атайын деп жатыр деп. Жүгіре басып есік алдындағы сарайға кіріп барсам, көне сандықтан қос ауыз мылтығын алып, құрастырып болып оқ салған паранташты беліне байлап жатыр екен. Мені көріп сасып қалды. Мылтығын көтеріп үлгермеді. Секіріп келіп көкірек аузынан тептім. Сол кезде мылтығы ұшып кетті де өзі бүктеле құлады. Мылтықтың дөмір шағымен арқасынан қайыра ұрдым. Қимылсыз қалып етпетінен түсті. Көзім түк көрмейді. Бұл малғұн шеше ұрғыш найсап бойы бұны жер бастырғанша майып қылып тастайын деп етпетімен жатқан оны мылтықтың дүмпуімен құлаштап ұруға қолымды көтере бербедім. Жалғызым ғой мен, балам-ау, жалғызым ғой, ұрмашы деп анасы үстіне келіп құлады. Мен мылтықты алып есіктен шығып кеттім. Кейін ойланамын, ана жүрегі қандай кең. Сол жалғыз баласы өзін жүрегінен теуіп талдырып тастады, және мылтық алып атып тастағысы келіп тұр. Сонда да қанпезер баласын қорғап үстіне құлап жылап жүр. Міне, мен осы оқиғадан кейін оның үйінен кетіп қалдым. Бірақ анасы маған кетпе деп көп жылады. Қаншама сорлы ананы аянғанмен ол үйде қала алмадым. Бірақ баласына анасының көзінше айттым: мен бұл үйде мынау әжемнің ақ ниеті үшін жүредім. Бірақ сенің мынау ісіңді көріп тұрып мен қала алмаймын. Бір күні сені өлтіріп тастармын, аман тұрғанда кетейін. Қатының ұрды дегенді естіп едім, ал анасын ұрды деген естіпек түгілі өз көзіммен көрдім. Кеше сол өзің сабаған анаң менен арашалап алмағанда сені я мүгедек қылар едім, я таяқ қате тиіп сен өліп кететін едің. Сөйтіп мен сотталып кетер едім. Жалпы мен жас кезімде осындай төбелесте біреуді ұрып жығып отырып келіп едім.
Сені де мені де бір Құдай сақтады. Енді сендей малғынды көрмеймін деп шығып кеттім. Сол ана кейін көп ұзамай қайтыс болды. Тас жүрек оңбаған анасының басына көк таста қоя алмай қаңғып кетті. Ақыры Алматы жақта қаңғып жүріп өліп иістеніп кеткен жерінен біреулер тауып алып көміп тастапты. Ол екенін қалтасындағы құжатынан білген. Сөйтіп ол ит өлімімен өлді. Міне анасын сабаған азғынның тағдыры осылай бітті деп Мәкең ағамыз ауыр күрсініп әңгімесін аяқтады. Дана қазағымыздың ертеде айтып кеткен нақыл сөздерінде, мақал мәтелдерінде өте үлкен мағына бар. Я Раббым, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген сөзінде үлкен мән бар. Алла перзенттерімізді мейірімді, инабатты, ибалы етсін. Назарларыңызға рахмет. Әңгіме ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыз.